Ассалаумағалейкум қазақ елім. Қазақстанымыздың басты ұлттық арнасы Хабар арнасынан жалын сәлем баршаңызға. Қазір арнайы осы Хабар арнасының төрағасы Кемелбек Бақтығұлұлымен келіп жолығып, кәсіпкерлік бағыт туралы, осы кәсіпкерлік бағытты насихаттау туралы және де осы форматта бірігіп жұмыс жасау туралы ойымызбен бөлістік. Ол кісі жылы қабылдап, өзінің командасымен осы ойды ортаға салып, Алла қаласа бір керемет жобалар болашақта жасайық деген мақсатымыз бар. Өйткені президентіміздің өзі Қасым-Жомарт Кемелұлының мына ауылдарға, аудандарға, облыстарымызға инвестиция тартыңдар, кәсіпкерлермен әкімдіктер бірге жұмыс жасаңыздар, туған жерге туыңды тік деп, мысалына шетте жүрген кәсіпкерлер аудандарды, ауылдарды, ауыл ел бесігі деген осы бағдарлама және қаржылық сауаттылықты іске асыру бойынша президентіміздің саясатында қолдап, соны іске асыру мақсатында осындай өзіміздің ұлттық арнамызбен бірге ұсыныстарымызды айттық. Алла қаласа болашақта осы кәсіпкерлік бағытта, ол жерде успешті ғана емес, сонымен қатар кәсіпкерлік жолындағы болатын қарыздар, сөзге қалу, оның депрессияға ұшырау, сол бойынша барлық Алла қаласа ашық түрде көрсетіп, арнайы реалити болмаса сериал бағытында бір жобалар жасау жоспарымызда бар. Оны біз Кюфот бар компаниямыз және де Хабар арнасы қолдап, екі жақты қаржылай болсын, профессионалды командаларды қосып бірге іске асырайық деген мақсатымыз бар. Сондықтан бізді тамашалап, қолдап, төменге өздеріңіздің ойларыңызды, ақыл кеңестеріңіз болса жазып отырыңыздар. Өйткені расында да кәсіпкерлік бағыт даму керек, насихатталу керек. Сол арқылы біздің салықтарымыз түседі, сол арқылы үлкен жобалар іске асады, өндіріс кәсіпорындар ашылады, жұмыс орындары ашылады. Осындай жобаларды қолдап отырған Хабар агенттігіне алғысымызды айтамыз. Және де 30 жылдықтарыңыз құтты болсын.